Сұлуларым, сіздермен бүгін үй жағдайында қайнатпалы крем мен сникерс тортын әзірлейтін боламыз. Құрамы өте оңай. Бізге қоржыға какао, ұн, құмшекер, шымшым тұз және де 2 ас қасық қамыр қопсытқышы 5 дана жұмыртқа қажет. Ең әуелі 5 дана жұмыртқамызды ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Ыдыстарымыз міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Жұмыртқамыздың ағына шымшым тұзды салып, аппақ болып көтерілгенше көпіртіп аламыз. Көпірген бойда құмшекерімізді аздадан салу арқылы өзін ұстайтын безе пайда болғанша тағы да миксерлейтін боламыз. Өзін ұстайтын безе пайда болған бойда жұмыртқамыздың сарысын барлығын бөлек-бөлек алшақ-алшақ салып, тағы да бір рет біріккенше араластырып аламыз. Көп шайқамаңыздар, қоржымыз көтерілмей қалады. Онан кейін ұнға қамыр қопсытқыш пен какаомызды салып, араластырып, ұн илектің көмегімен жұмыртқалы массамызға аз-аздан қосып, күрекшенің көмегімен төменнен жоғары қарай араластыру арқылы біріктіретін боламыз. Бірден араластырып жібермеңіздер, масса көтерілмей қалады. Ақырындап абайлап төменнен жоғарыға қарай қозғау арқылы осындай шоколадный масса шығаратын боламыз. Міне бізде шоколадный масса дайын. Форманың диаметрі 22 см, 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Духовтың алдына қыздырып қойыңыздар. Міне біздің қоржымыз дайын. Енді осыны суытып, 3 бөлікке бөліп алдым. Енді біз крем дайындауға кірісейік. 700-800 мл сүт, құмшекер, какао, май және де арахис, ванилин 70-100 мл-дей вареный сгущенка керек болады. Ең әуелі сүтімізге 2 дана жұмыртқамызды жарып, құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 3 ас қасық тола ұн салып, жай отқа қоюланғанша қозғап тұру арқылы крем дайындайтын боламыз. Міне бізде крем дайын. Басқа ыдысқа тез су үшін ауыстырып, бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында суытуға қоямыз. Негізі кремді алдын ала дайындап қоюға кеңес беремін. Енді біз бөлме температурасындағы майымызды алып, аппақ болып көпіргенше миксердің көмегімен көпіртіп алатын боламыз. Көпірген бойда жаңағы қайнатпалы кремді суығаннан кейін ас қасықтың көмегімен ас қасықпен аз-аздан салу арқылы миксерлеп майлы креммен біріктіретін боламыз. Осы аралықта біріктіргеннен кейін какао мен ванилинді қосамыз. Егер кремнің шоколадты болуын қаласаңыздар, какаоны көптеу қосыңыздар. Мен көп қосқан жоқпын. Өң беру үшін ғана қостым. 2 ас қасық қостым. Енді біріккеннен кейін кремді тоңазытқышта 1 сағат ұстауға кеңес беремін. Өзін ұстайтын қаттылау крем шығады. Енді формамызға жинайық. Пропиткасына 100 мл сүт, 70 мл бал істеттім, таза бал. Пропиткасы өз қалауларыңызша. Вареный сгущенкаларыңыз егер қою болатын болса, кішкене су араластырып жіберуге болады, ештеңе етпейді. Кондитерлік қапшыққа кремді салып, вупипайдың насадкасымен кремді құйдым. Қасықпен құйсаңыздар да болады. Кольцо болса тіпті жақсы, мен кольцо болмағықтан өзім формамды жинаймын. Енді екінші қорж кеткеннен кейін кремді жағып, бетіне вареный сгущенка мен арахисті септім. Егер кремді толық жаппай, осылай тек шеттеріне жағып, ортасына вареный сгущенка мен арахисті салатын болсаңыздар, өзін жақсы ұстайтын болады. Мен олай жасаған жоқпын, барлығын бірден сала салдым. Бұлай да өзін ұстады, өйткені крем тоңазытқышқа барғаннан кейін қатып қалады. Бірақ жұмсақтығын жоғалтпайды. Енді соңғы қоржымызда міндетті түрде пропитка жасаңыздар. Үш жағын әсемдеуі өз қалауларыңызша. Крем жағып болғаннан кейін мен тоңазытқышқа өзім ұстағанға дейін жаңағы шоколад құйғанда крем еріп кетпес үшін 1 сағатта ұстап алдым. Енді кремді осылай толыққанды жағып,
бір текстке кетіп шығамыз. Текст деп. Енді мен бетіне әсемдікке 5-6 дана арахис жаңағы ярче шоколадын ерттім. Ол ярчені білесіздер, өзінде жаңағы дәнектер болады. Егер шоколад ертіп қойсаңыздар да болады. Тоңазытқышқа 8-9 сағатқа немесе 1 түнге қалдырыңыздар. Сонда крем сіңіп, корж бен крем үйлесіп бір-бірін жақсы ұстайтын болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Оригинал сникерстен кем түспейтін торттың бірі. Барлықтарыңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет.